Жалғастырайық. Былтырғы жылы республикалық премьер-лига ойындарының жүлдегерлері. Атырау облысының жастар құрамасы Сағыз. Ұнатады шында көңілі шырқауды, таулар жоқ төбемізден бұлтауды. Тодағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Сәмбірттер. Біздер Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз селосында тұратын адамдармыз. Көбі айтады, Сағыз жайдарман тобын басқа командалар сияқты ойнай алмайды деп. Олай болса, бірден әзілден бастаймыз. Кеше ауылға қаладан қонақ қыздар келді. Сосын солармен билейік деп ауылдан центр іздеп едік. Ауылда дым центр жоқ. Сосын Мейрамның машинасының ішінде буфер бар екен. Соны аулаға кіргізіп қойдық та, төрт есігін ашып қойып, бақыт билеп ат едік. Мейрам барды да артық есігін ашып қалып еді. Музыка қатты шығып кетті. Сосын мен одан да қатты шықсын деп алдың капотын ашып қалып едім. Алтта музыка сөніп қалды. Кешірерсіздер. Сіздердің отырғандарыңызды байқамай қалыппыз. Жалпы ауылда жыртып жүрген әзілет. Сосын алдың капотын ашып қалып еді. Алтта музыка сөніп қалды. Досым! Ау? Ау, жастар ұқсап ойнап өтсіңдер? Ау, аяқ тіксіңдер? Біздер Атырау облысы Сағыз деген жерденбіз. Барлық жайдарман топтары сахнаға шыққанда өз жерлерінің белгілі азаматтары туралы айтады. Атыраудың алыптары берседем, таусыз ғұмыр кешеріме мен сенем, биіктікті айналайын туған ел. Табылды Досымов, біздің ол жақтың жігіті. Таусылмас төзім қайда, сақылмас сезім қайда. Әсет Қарабалин, бұл да біздің ол жақтың жігіті. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one, so you melody. Селена Гомес, бұл да біздің ол жақтың қызы. Жандос, Ау, Селена Гомес біздің ауылдық емес қой? енді қаяқтікі? Қорғалжыңдікі ғой. Жартуас, не істеп өтсің? Менде Бақтай Артай ағамыз сияқты чемпионым келеді. Күрушаң ішіне не сау болғансың? Буылтық болып отыр ғой. Мысық қой. Онда неге мияуламайды? Бастарына шлем киіп алған ғой. Мүмкін шлем шығар? Жоқ, шлем деймін. Күрушаң ішіне мысық неге сау болып жүрсің? Түнмен ұйықтатпайды, мияулап. Көктем ғой. Биыл Қазақстан ұлттық телеарнасына 55 жыл. Соған арнайы Сағыздың ақиық ақыны, сазгер, әрі композитор, өзі рэпер Сәкібайды алып келдік. Сәкібай, өзіңнің тілегіңді айтшы. Жақсы аға апа, бүгінгі тойдан құтты болсын, туған күндерің жасында шыға беріңдер. Сүйгенде сүрінбей қосыңдар, өмірде бақытты болыңдар. Бүгінгі мені тойға шақырып жатқан сендерге рахмет етемін. Ашпаны ашық, тоштаған жоқ болсын. Құда ондарың құтты болсын. Құда мың жылдық, құда жүз жылдық айтпай ма? Ұрыспаңдар, қырыспаңдар.
мен сендегі анаған бір өлең бар. Махаббат деген биік тас, оған ешкім жете алмас. Бірақ оған жетеді шын махаббат шаққу болын. Сәкөй, ау, өзің не айтқанға түсіндің бе? Жоқ. Сөзіміздің соңында, құрметті астаналықтар, Астананың вокзалына барсақ, ұзын қағазға шұбыртып, орысша квартира деп жазып алған апалар жүреді. Со квартира дегеннің орнына қазақша қысқартып, екі әріппен үй деп жазып қойса болады ғой. Мына жерге былай салып қойға ыңғайлы, қағазға да үнем болады. Бейджикке салып қойға болады. Соңа сағыздан келіп біз айтуымыз керек пе? Өздерің бастарыңмен жасамайсыңдар ма? Астананың кімейсіңдер ме? Рахмет. Жігіттер артық айтсам күнә тақпа, батайық